Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Асыл Махметов және сурда аудармашы Бұлбұл Қалнырғызы. Алда көретіндеріңіз. Жасанды интеллектіні дамыту этикасы жөніндегі дінаралық комиссия құрылуы мүмкін. Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 8-ші съезінде тағы қандай бастамалар көтерілді? Алматыдан өсер салдарынан бір көше опырылып, 10-нан астам көлік бүлінді. Шығындығы өтейді. Жөндеу жұмыстарын жүргізген мекеме неге жолдың сапасына немқұрайлы қараған? Алматыда бұрынғы күйеуі келіншекті кішкентай 2 баласының көзінше өлімшетті сабап тастаған. Әйелдің жағын сындырып тұмсығын бұзған жігітті полиция неге бірден ұстамаған? Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Жасанды интеллектіні дамыту этикасы жөніндегі дінаралық комиссия құрылуы мүмкін. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өтіп жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 8-ші съезінде осындай ұсыныс айтты. Сөзінше, комиссия этикалық нормаларды сақтаудың маңызын арттырады. Сондай-ақ нейрожелілер мен басқа да технологияларды жауапкершілікпен пайдаланудың әмбебап қағидаттарын әзірлейді. Жаһандық деңгейдегі беделді діни қайраткерлер мен саясаткерлер ойларын ортаға салған жиын туралы астаналық әріптесім Аршат Әділжанқызы айтып берсін. Әлем жаңа технологиялық дәуірге қарыштап еніп барады. Жасанды интеллект, үлкен дерекқор, биоинженерия сияқты революциялық жаңашылдықтар адамның тұрмыс тіршілігін түбегейлі өзгеріске ұшыратып жатыр. Елорда төрінде өтіп жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 8-ші съезіне жиналғандар цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектінің дін саласына әсері туралы ойларын ортаға салды. Честно сказать, в зависимости от модели ответы разные. Егер жасанды интеллекттің әртүрлі моделіне ортақ бір сұрақ қойсаң, жауаптары әртүрлі болады. Бұл жастар үшін өте қауіпті деп есептеймін. Олар жасанды интеллекттің айтқанын дұрыс деп қабылдау мүмкін. Мемлекет басшысы айтқандай, желіден дұрыс сұраныс жасауды үйрету керек. Олай болмаған жағдайда бір сұраққа әртүрлі жауаптар алатын қоғам пайда болады. Сондықтан бағдарлама жасаушылармен сөйлесіп, кейбір сұрақтарға жауап беруге тыйым салу қажет болады. Здесь надо быть очень осторожным. Бұл мәселеде өте абай болуымыз керек. Себебі жаратушы бүкіл әлемнің иесі етіп қойған адам өз билігін қандайда бір жасанды машиналарға беріп қоймау керек. Егер біз Құдайдың сөзін тыңдай білсек, жасанды интеллектке қатысты қалай әрекет ету керектігін де білетін боламыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әдеп нормалары технологиялық прогрестің жоғарғы қарқынына бейімделіп үлгермей жатқанын айтады. Цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект дамыған сайын адам құқықтарына, қоғамдағы әділдікке және қауіпсіздікке қатысты күрделі мәселелер пайда бола бастаған. Салдарынан сын-қатерлер туындаған. Сондықтан да президент жасанды интеллектіні дамыту әдебі жөніндегі дінаралық комиссия құру туралы бастама көтерді. Комиссия этикалық нормаларды сақтаудың маңызын арттырады. Яғни адамның қадір-қасиетін құрметтеу, дискриминацияға жол бермеу, аса маңызды шешімдерді бақылауда ұстау мәселелері ескеріледі. Любая технология должна работать на благо людей. Кез келген технология адам игілігіне қызмет етуі тиіс. Ол үшін дін көшбасшыларының, ғалымдар мен технократ инженерлердің тұрақты диалогын ұйымдастыру қажет. Жасанды интеллект еліміздің қарқынды дамуына жол ашады. Әйтсе де этикалық нормаларды сақтаудың маңызын жақсы түсінеміз. Сондықтан бұл бағытта кеңінен ынтымақтастық орнатуға әзірміз. Жасанды интеллектіні дамыту этикасы жөніндегі дінаралық комиссия құруды ұсынамын. Одан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев әлемде мәдениеттер арасындағы қарама-қайшылық күшейіп, сауда және санкция текетірестері бәсеңдемей тұрғанына, жаппай қарусызданудың орнына әскерді жарақтандыру жарысы басталып кеткеніне тоқталды. Ядролық қақтығыс қаупі қатты алаңдататынын айтты. Президент геосаяси жағдай шатқаяқтап тұрған кезеңде диалогқа шақыратын конструктивті дипломатия алдыңғы орынға шығу керек дегенді бас айтты. К большому сожалению, в мире Өкінішке қарай әлемде конструктивті ұсыныстарды ортаға салып, саяси ұстамдылық танытудан гөрі өшпенділік өршіп, геосаяси жіктің арасы алшақтап, әлеуметтік шиеленіс одан сайын ушығып барады. Менің ойымша, мұндай қилы кезеңде диалогқа шақыратын, бірін-бірі жатсынуды доғаруға үндейтін, халықаралық аренадағы өзара сенімді арттыратын бастамал ретінде конструктивті дипломатия алдыңғы орынға шығуы керек. Мемлекет басшысы съез аясында екінші рет өткізілетін жастың көшбасшылары форумына да тоқталды. Рухани көшбасшылардың жаңа буыны қалыптасып жатыр. Оларға қолдау көрсету баршамызға ортақ парыз. Осылай деген президент екі буын күш-жігерін біріктіру арқылы жаһандық сын-қатерлерге төтеп бере алады деп сөзін түйді. Астанадан Аршат Әділжанқызы, Данияр Омар, Алихан Өтеген, Алматы телеарнасы. Ұлттық архив қоры жаңа материалдармен толығады. Мәжіліс архив ісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады.
Жобаға сәйкес ұлттық архив қорының құрамы нақтыланып, оған жобалық сметалық қала құрылысына қатысты құжаттар, шетелде табылған түпнұсқа архивтердің көшірмелер және өзге де құжаттар қосылады. Бұған қоса елімізде бірыңғай электронды архив жүйесі енгізілетіні айтылды. Мәжілісте депутаттар бұл бастаманы қолдап, қағаз құжаттардың орнына сандық форматты ұзақ уақыт сақтаудың тиімділігі мен ақпаратты бір орталыққа жинаудың маңыздылығын атап өтті. Президент тарихи жадымызды сақтау және азаматтардың ақпаратқа қолжетімділігін арттыру мақсатында заманауи цифрлық архивтерді құру мен енгізуді жеделдету жөнінде нақты міндет қойды. Екіншіден, құжаттардың бірыңғай электрондық архиві ақпараттық жүйесі пайдалануға енгізіледі. Заңдық норма бар. Бүгінгі күнге дейін бізде мемлекеттік құжаттарды сақтаудың бірыңғай цифрлық жүйесі болған жоқ. Сонымен қатар еліміздің мемлекеттік архивтеріне ұлттық мәртебе беру көзделіп отыр. Қазіргі таңда бұл мәртебеге Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архиві мен Қазақстан Республикасының ұлттық архиві лайық деп танылды. Депутаттар аталған мекемелердің атауында ұлттық сөзі болғанмен, оның заңдық тұрғыда ресми бекітілмеген атап өтті. Жиында сонымен бірге жастардың архив саласына қызығушылығы төмен екеніне назарға алынды. Осыған байланысты заң жобасында ауылдық жерлерде еңбек ететін архив қызметкерлеріне қосымша төлем қарастыру ұсынылыпты. Бұл шара кадрлық әлеуетті күшейтіп, саланың дамуына серпін береді дейді жауаптылар. Анығында бұл салада қордаланған проблемалар аз емес. Кадр тапшылығы, технологиялық артта қалушылық, әсіресе ауылдық жерлерде мамандардың жеткілікті ынталандырылмауы, салалық мекемелердің мәртебесі дегендей. Заң жобасы осы мәселелерді кезең-кезеңімен шешуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда жастардың архив мекемелерінде жұмыс істеуге қызығушылығы төмен. Себебі еңбек ақының төмендігі мен қосымша ынталандыру шараларының жеткіліксіздігі. Алматыда шелектеп қойған нөсердің салдарынан шамамен 10-нан аса автокөлікке зақым келген. Қолайсыз ауа райының кесірінен кептеліс туындап, қозғалыс көпке дейін тұралап қалып еді. Тіпті қаланың кей бөлігінде жолдарды су шайып тұрғындардың жүріп тұруына қиындық тудырған. Қазір ол аумақтарда қандай жұмыс жүргізіліп жатыр? Темір тұлпар иелеріне шығынды кім өтейді? Тақырыпты әріптесім Рүстем Айткәрім толықтырады. Бұл Алматыдағы кешегі нөсер жауыннан кейінгі жағдай. Аманжол көшесіндегі арық құмға толып, су жол жабынына сіңіп, топырақты босатқаннан кейін мұнда 10-нан аса көлік батып қалған. Мамандар таңға дейін темір тұлпарларды кезек-кезек аумақтан алып шығыпты. Ал оқиғаны көзімен көрген жүргізушілердің кейбірі бұл қауіптен дер кезінде құтылып үлгерген. Я поворачивать начал, там машина поперек стояла. Мен бұл жаққа бұрыла бергенде көліктің оң жақтағы дөңгелегі төмен түсіп, алдыңғы бөлігін соғып, сындырып алдым. Артқа лезде жүріп, шұңқырдан шығып үлгердім. Дәл сол кезде жер босап кетті. Кеше жауған нөсер жауын салдарынан Аманжол көшесін су шайып, жол жабыны төмен түсіп кеткен еді. Қазір мамандар осы бір олқылықтың орнын толтырып жатыр. Арықтарды тазалап, құм мен батпақтан аршып, жолды тегістеуде. Атап өтерлігі, оқиғадан соң 13 темір тұлпары зақым алған болатын. Мердігер компания өкілі көлік иелеріне кетер шығынды өтеп беруге уәде берді. Ал жауапты мамандар көшеде инженерлік желі салу жұмысының оқиғаға дейін біткенін, сондықтан бұл аумақтың ашық болғанын, қозғалыс шектелмегенін жеткізді. Бірақ асфальт жабынын газ құбыры орнатылғаннан кейін ғана төсеу жоспарланғанын айтты. По данной улице Бұл көшеде біз инженерлік желілер жүргізіп, шұңқырларды жапқан болатынбыз. Жұмысты толығымен аяқтаған едік. Ал асфальт жабынын әлі төсемедік. Себебі газ құбырын жүргізетін компания ісін әлі аяқтамады. Сондықтан жол төсемесін әзірге сала алмаймыз. Әкімдік өкілдері аумақ еңісте орналасқандықтан жаңбыр суының көп мөлшері Аманжол көшесіне қарай аққанын, арық желілерінің ағынды көтере алмағанын айтып отыр. Және бұл кемшіліктің орнын толтыру үшін жұмыс қарқынды жүргізілетінін жеткізді. Қазірдің өзінде газ құбырын төсейтін компанияға хат жолданған, ал көліктері зақымданған жүргізушілерге желіде ортақ чат ашылыпты. Атап өтерлігі мұндай жағдай Яссауи және Дастан көшелерінің қиылысында да болған. Мердігер ұйым ол жерде барлық жұмыстарын аяқтады. Асфальт жабыны жабылды. Қазіргі таңда осындай болып қалған жағдайға байланысты мердігер ұйым барлық болған просадкасы бар, келтірген қателіктер үшін өзінің тарапынан жауапты. Бұл аумақта жолдың 100 шаршы метр бүлініпті. Қазір көше жөнделіп жатыр. Қалалық әкімдіктің дерегінше оқиғаға қатысты тексеріс жүргізіледі және жақын аралықта аумақ қалыпқа келтіріледі. Рүстем Айткәрім, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.
Балаларымның көзінше өлермен күйге дейін сабады. Осылай деп жанайқайын жеткізген Дилбар есімді келіншек бір айдан бері әділдік іздеп әлек. Жақ сүйегі сынып, миы шайқалып, ауыр соқ қалған әйелдің ісі 3 апта бойы қаралмай келген. Ал балалардың көзінше келіншекті жұдырықтаған бұрынғы күйеуі бүгінге дейін бостандықта тайрандап жүрген екен. Әйгерім Пернебек зәбір көрген әйел және күдіктінің туыстарымен тілдесіп, тың деректер біліп қайтты. Оқиға Алматының Жетісу ауданында 28 тамызда болған. Дилбар есімді 28 жастағы келіншекті бұрынғы күйеуі сабап, жағын сындырып, бас сүйегін зақымдаған екен. 3 жыл бұрын ажырасқан ерлі зайыптылардың ортақ 2 баласы бар. Ер кісі балаларын көру желеуімен үйге жиі бас сұғатын көрінеді. Сол күнде әдетінен жаңылмады. Бірақ бұл жолы ер азамат ерсіз қылыққа барып, әйелдің денесіне қол жүгіткен. Дилбар қарсылық танытқанда ашуға булыққан азамат оған жұдырық жұмсап, бет-аузын қанға бояған. А потом начал ногами по лицу бить. Басында жұдырықта бартымша бетімнен тепкілей бастады. Қансырап жатқанымда балаларым аяғына жармасып, ұрмауын сұрап жылады. Ол тоқтамады, ұра берді. Анам хабарласты, ол бірден полиция шақырды. Кейіннен оның ата-анасы да келді. Бірден қолдарына шүберек алып, қанды жуа бастады. Мұрным сынды, жағымның бұзылып, зақым алғаны соншалық, дәрігерлер орнына қоя алмай әлек болып, титан орнатты. Полиция менен тіпті экспертиза сұрау алуға тырыспады. Жәбірленуші сол күні-ақ полицияға арыз жазды, бірақ 3 апта бойы құзырлы органдардан еш қимыл болмаған көрінеді. Ұстамақ түгіл тергеуде жүрмеді, дейді зәбір көрген келіншек. Дилбар бұрында күйеуінен талай теперіш көргенін жасырмайды. Әйелдің сөзіне сенсек, оның арызына бүгінге дейін құлақ асқан ешкім болмаған. Тек әлеуметтік желіде бейне жазба жариялағанда ғана іс ілгері жылжыды, дейді ол. Ал күдіктінің әкесі ұлының психикасында кінәрат бар дегенді алға тартып отыр. Состоит на учете психиатрической больницы. Баламның психикасында ауытқу бар. Ол сол күні балаларын көруге барған, бірақ бұрынғы келінім есік ашпағанына ашуланған. Ол өзін ұстай алмай қалып, оны ұрды. Алматы қалалық полиция департаменті 36 жастағы ер адамның ұсталғанын растады. Қазір ол қылмыстық кодекстің 107 бабы, яғни денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтіру бабымен тергеліп жатыр. Бұл дерек бойынша, яғни қылмыстық кодекстің 107 бабының нормаларын бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128 баптың талаптарына сай қамауға алынды. Уақытша оқшау абақтысына қамалды, оқшаулау. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілу үстінде. Тергеу реті полиция департамент басшылығының жеке назарында. Соққыдан кейін Дилбар 13 күн ауруханада жатып, бірнеше ота жасатыпты. Жақ сүйегі сынып, миы шайқалып, денесінің бірнеше жеріне жарақат алған әйел істі денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бабымен қайта саралауды талап етіп отыр. Сондай-ақ ол күдіктіні ата-ана құқығынан айыруды сұрайды. Әйгерім Пернебек, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Атырауда тұрғын үй кешендерінің бірінде жүкті әйелді зорлап, пышақтап өлтірген қылмыскерге қатысты сот үкімі шықты. Судья 38 жастағы Арман Жетпісовті кінәлі деп танып, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сотталушының барлық қылмысы дәлелденді. Оған алаяқтық, зорлау, ұрлық, көлікті айдап әкету және аса қатыгездікпен әйел адамды өлтіру баптары бойынша айып тағылды. Қылмыстардың жиынтығы бойынша Арман Маратович Жетпісовке түпкілікті өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жаза өтеу орнына Арман Маратович Жетпісовке қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемесі белгіленсін. Жетпісовке қолданылған күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы өзгеріссіз қалдырылсын. Жаза өтеу мерзімі 2025 жылдың 29 сәуірінен бастап есептелсін. Дүйім жұртты дүрліктірген қанды қылмыс сәуір айында болған еді. Сотталушы элиталы тұрғын үй кешенінде сантехник болып жұмыс істеген. Ол марқұм болған 46 жастағы Бибігүл Шпанованың ірі мұнай компаниясында жоғары лауазымда қызмет ететінін біліп, одан автотұрақ тауып беремін, үйге ішкі жөндеу жүргіземін деп қомақты қаржы алған. Бірақ айтылған жұмыстың бірінде орындамаған соң әйел ақшаны қайтаруды сұраған. Алайда Қаскөй марқұмды 17 рет пышақтап, зорлап, тонап, автокөлігін ұрлап тайып тұрған. Павлодарда полиция қызметкерлері аса ірі көлемде есірткі тәркіледі. Жедел іздестіру шаралары барысында 21 жастағы қала тұрғыны қолға түскен. Тергеу кезінде оның бірқатар көлеңкелі интернет дүкендерге ірі қоймашы болып жұмыс істегені белгілі болды. Тінту кезінде күдіктіден 200 граммнан астам мефедрон салынған түйіншектер табылған. Қазір оның өзге де қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Дерек бойынша есірткі мен психотроптық заттарды заңсыз айналымға енгізу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Хабарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз.
Алматының батыс бөлігі түрлене түспек. Қала 2040 жылға дейін моноорталық моделінен көп орталық үлгісіне көшеді. Қазақ-Қытай арасындағы іскерлік байланысты нығайтуға арналған 5 меморандумға қол қойылды. Достық көпірі халықаралық кәсіпкерлер одағының алғашқы ресми сессиясында тағы қандай жаңашылдықтар болды. Бекен Римова атындағы драма театрына 50 жыл. Жетісу төрінде өткен театр фестивалінің шымылдығы Қозы көрпеш Баян сұлу премьерасымен ашылды. Жалғастырамыз. Алматының батыс бөлігі түрлене түспек. Қала әкімі Дархан Сатыбалды батыс полиорталығын дамыту үстіне баға беріп, құрылыс қарқынын жеделдетуді тапсырды. Мегаполистің 2040 жылға дейінгі бас жоспарында қаланы моноорталық моделінен көп орталық үлгісіне көшіру көзделген. Бұл шаруа шаһардағы іскерлік белсенділікті өзге аудандарға үлестіріп, қала орталығындағы жүктемені азайтуға сеп болмақ. Ал мұндай мекеннің бірі Алатау ауданында орналасады. Ауданға жұмыс сапарымен барған қала басшысы ондағы бірқатар маңызды нысанды аралап шықты. Тақырыпты тілші тарқатсын. 200 гектар аумақтағы батыс полиорталық аясында 9 жаңа балабақша, 6 мектеп, спорт кешендері, 70 гектарлық рекреациялық аймақ пен саябақ, 920 мың шаршы метр коммерциялық алаң мен заманауи тұрғын үй құрылысы жоспарланған. Жобамен танысқан шаһар басшысы мұны бірыңғай сәулеттік тұжырымдамаға сәйкес жетілдіру қажет екенін баса айтты. Міндетіміз тепе-теңдікті сақтай отырып, тұрғын үйдің тығыздығын азайтып, қонақ үйлер, іскерлік орталықтар мен әлеуметтік нысандарға назар аудару деді. Для того, чтобы вокруг этих локаций коммерциялық инфрақұрылымды дамытуды қолға алуды тапсырды. Сондай-ақ қонақ үйлерді, заманауи форматтағы сауда алаңдарын және тұрғын үй класын пысықтау қажет. Азаматтардың алысқа кетпей-ақ жақын маңда жайлы өмір сүруіне жағдай жасалуы тиіс. Тұрғын үй салғанда да сапасын ескеру маңызды. Сондай-ақ қала басшысы Зерделі шағын ауданындағы 550 орындық мектеп құрылысымен танысты. Жобаға сәйкес асхана, спорт залы, оқу сыныптары, зертханалық және мультимедиялық кабинеттері бар 3 қабатты ғимарат салынып жатыр. Оқу ошағындағы жұмыс былтыр шілде айында басталған еді. Алайда мердігер компания келісім шартты орындамағандықтан сот шешімімен шеттетілген. Осыдан кейін құрылыс басқармасы жаңа мердігерді анықтап, құрылыс қарқын алған. Дархан Сатыбалды жұмысты жеделдетіп, шаруаны жыл соңына дейін аяқтауды тапсырды. Әкім материалдардың сапасы және білім ордасын заманауи жабдықтармен қамтамасыз етуге ерекше назар аударуды міндеттеді. Қазіргі таңда кровля бізде полный жабылған. Одан кейін сырты фасад жүргізіліп жатыр. Ішкі обделкалары чистовой и кафель салынып жатыр. Қазіргі таңда объектіде 140 адам саны жұмыс жасалып жатыр. Шаһар әкімі жұмыс сапар аясында крематорий ғимаратына да ат басын бұрды. Нормативтік база бекітілгенге дейін бұл нысанға уақытша қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы жауапты болады. Гүлмарал Езатқызы, Хангелді Ахметханов, жақсылық тілеп берген, Алматы телеарнасы. Алматы қаласында 180 мыңға жуық бейне камера жұмыс істесе, соның көмегімен жыл басынан бері 4 мыңнан аса қылмыстың беті ашылған. Қалалық полиция департаментіне жұмыс сапарымен барған қала әкімі Дархан Сатыбалды тәртіп сақшыларының жұмысымен танысты. Мегаполис басшысы департамент ғимаратында жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарының барысын бағалап, жергілікті бюджет есебінен жаңартылған техникаларды көрді. Полицияның материалдық техникалық базасын нығайтып, халықтың құқық қорғау органдарына деген сенімін арттыру маңызды екенін айтты. Алматы қаласында күн түн демей қала тыныштығын, қоғамдық қауіпсіздікті 6 мыңнан аса полиция қызметкерлері қамтамасыз етуде. Бұл еліміздегі ең ірі құрылым болып саналады. Сондықтан да осы Алматы полициясының үлкен мегаполистің тәртіп сақшыларының материалдық техникалық жабдықталуы ел басшылығының қатаң бақылауында. Сондай-ақ әкім департаменттің жедел басқару орталығына кіріп, бейнебақылау жүйесінің жұмысымен танысты. Қала басшысына қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде цифрлық технологияларды енгізу барысы баяндалды. Айта кетейік, орталықта қазір тәулік бойы 28 қызметкер жұмыс істейді, жүйеге 53 мың камера қосылған. Олардың ішінде бет әлпетті тани алатын құрылғылар да бар. Алматыда санитарлық эпидемиологиялық қызмет жұмыскерлерінің күні алғаш рет аталып өтті. Салтанатты шараға қала әкімінің орынбасары, сала ардагерлері мен қызметкерлері қатысты. Жиында концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, үздік мамандар үкімет басшысы мен денсаулық сақтау министрлігінің алғыс хаттарымен марапатталды. Айта кетейік, елімізде 12 мыңнан астам санитарлық эпидемиологиялық қызметкер еңбек етеді.
Биыл елімізде санитар-эпидемиолог мамандары қызметінің күні алғаш рет елімізде тойланып жатыр. Сондықтан бүгін біздің департамент және 8 аудандық басқарма мамандарымен бірге бүгінгі осындай тойлау іс-шарасын өткізіп жатырмыз. Жалпы штат бойынша бізде 285 маманымыз бар, соның 45-і бүгін марапатталатын болады. Алматыда Достық көпірі халықаралық кәсіпкерлер одағының алғашқы ресми сессиясы өтті. Алқалы жиынға Қытайдан 85, елімізден 40-қа жуық компания өкілдері қатысты. Іс-шара аясында екі ел арасындағы инвестициялық және іскерлік байланыстарды нығайтуға бағытталған 5 меморандумға қол қойылды. Бірлік пен өзара сенімнің айғағы болған басқосу екі жақты әріптестіктің жаңа белесін айқындағандай. Жиынға қатысып қайтқан әріптесім Мәди Мәлік жалғасын. Халықаралық кәсіпкерлер одағының алғашқы сессиясы мазмұнды баяндамадан басталды. Одақ төрағасы Мұқан Мамытхан президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы жолдауында атап көрсетілген кәсіпкерлікті қолдау мен сауда инвестицияны арттыру шаралары туралы сөз қозғап, оларды жүзеге асырудың нақты тетіктеріне тоқталды. Артынша Қытай мен Қазақстан арасындағы серіктестікті жаңа белеске көтеру үшін екі елдің өкілдері салтанатты лентаны қиды. Біздің одақ 2025 жылдың қаңтар айында құрылды. Көп болған жоқ. Бірақ та сол аз уақыттың аралығында да біз біраз жұмыстар атқардық. Әрбір жаңа Қазақстанға инвестиция салғысы келген компаниялармен жеке-жеке кездесу өткізіп, оларға Қазақстанның мәдениетін, жаңағы инвестициялық тиімді саясатын таныстырып, заңын таныстырып, осы жақтағы жаңағы мүмкіндіктерменен таныстырып, оларды Қазақстанға тартуға жұмыс жасадық деп айтуға болады. Басқосуға Қытайдың 85 және еліміздің 40-қа жуық компания өкілдері қатысты. Екі ел арасындағы кәсіпкерлікті дамыту үшін 5 меморандумға қол қойылды. Олардың қатарында апатты үйлерді қайта жаңғырту, жүк көліктері мен құрылыс техникасын жеткізу, ауыл шаруашылығы, электр және өнеркәсіп салаларын қамтитын жалпы құны $50 миллион асатын маңызды келісімдер бар. Бүгін біз Алматыдағы ескі және апатты жағдайдағы тұрғын үйлерді қайта құру жөніндегі меморандумға қол қойдық. Жобаға біздің инвесторлар қатысатын болады. Мұнда біз заманауи техникалар мен құрылыс материалдарын алдырып, тұрғын үйлерді халықаралық сапаға және қауіпсіздік стандарттарына сай етуді жоспарлап отырмыз. Бұл ынтымақтастық жобаны қысқа мерзімде жасауға, әрі қала тұрғындары үшін тиімді түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді деп сенеміз. Айта кетейік, халықаралық кәсіпкерлер одағы болашақта мұнымен тоқтап қалмай тағы сессия өткізуге ниетті. Олар жекелеген салаларды дамытып, халықаралық іскерлік желіні кеңейтуге басымдық бермек. Мәди Мәлік, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Алматыда антикризистік басқару шекарасыз атты халықаралық конгресс өтті. Маңызды форумға Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан мен Тәжікстаннан келген 200-ге жуық сала мамандары қатысты. Басқосуда банкроттықтағы цифрландыру тақырыбы жан-жақты талқыланып, қаржы саласындағы түйткілдерді шешу бағытталған нақты тәжірибелік ұсыныстар айтылды. Маңызды шешімдердің бірі ретінде ТМД парламентаралық ассамблеясы жанынан трансшекаралық төлем қабілетсіздігіне арналған үлгілік заң жобасын әзірлейтін жұмыс тобы құрылатыны жарияланды. Сарапшылардың айтуынша бұл қадам қаржы нарығындағы өзара әрекетсіздікті жүйелеуге жол ашады. Алматы қаласында ТМД елдерінің банкроттық саласындағы майталмандарының жиналысы деп айтуға болады. Бізде заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың осы салада жасалынып жатқан осы ақпараттық жүйеміз қызығушылық танытып жатыр. Соны бәріне бүгін таныстырып жатырмыз. Және де әр елдің өзінің бір жетістіктерін, сондай бір өзекті мәселелерін қарап, енді бұл біздің жұмысқа да өте пайдалы деп ойлаймын. Жетісу жерінде дүбірлі той. Биыл Бекен Римова атындағы драма театрға 50 жыл толды. Өнер ордасының мерейтойында сахна шымылдығы Қозы көрпеш баян сұлу премьерасымен ашылып, Бекен Фест 3 театр фестивалімен жалғасты. Салтанатты шараға облыс әкімі Бейбіт Исабеков пен белгілі өнер қайраткерлері қатысты. Ал Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан мен Грузиядан, сондай-ақ Абай, Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласынан келген театр ұжымдары сахналық қойылымдар ұсынып, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Бекен апамыз халыққа адал еңбек еткен ұлы азамат. Ол біздің өз театрының іргетасын қалаушылардың бірі. Бекеннің атындағы бүгінгі театр, ол кісіге зор құрмет. Бұл ол кісінің атында мінекей үшінші рет театр фестивалі өтейін деп жатыр. Ол да жақсы.
Әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген жаңалықтар легі осымен тәмам. Мазалаған мәселеңіз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыз.